Ал құрметті қазақ елі, мына жаңалықты қараңыздар. 1 қаңтардан бастап қоғамдық орындарда тәртіп бұзған үшін төмендегідей айыппұл түрлері күшіне енеді. Мәселенки рәміздерді қорласаңыз 11 миллион 796 мың теңге. Пәтеріңіздің есігінің алдына қоқыс салынған дорбаңызды қалдырсаңыз 78 мың 640 теңге. Кешкі сағат 10-нан кейін шулап елдің тыныштығын алсаңыз 19 мың 660 теңге. Қоғамдық орында түкірсеңіз 19 мың 660 теңге. Көлікте отырып телефон пайдаланып не белбеу тақпасаңыз 19 мың 660 теңге. Құжатсыз көлік жүргізсеңіз 78 мың 640 теңге. Автобуста жолақы төлемесеңіз 7 мың 864 теңге. Кәмелетке толмаған балаңыз түнгі 10-нан кейін ойын-сауық мекемелерінде жүрсе 11 мың 796 теңге. Жолды белгіленбеген жерден қиып өтсеңіз 7 мың 864 теңге. Көлік жылдамдығын асырсаңыз 19 мың 660 теңгеден бастап 117 мың 960 теңгеге дейін. Қоғамдық орында балағат сөз айтсаңыз 78 мың 640 теңге. Мұғалімді не дәрігерді балағаттасаңыз 39 мың 320 теңге айыппұл арқалайсыз.